Сәлеметсіңдер ме оқушылар, біздің бүгінгі тақырыбымыз көшпенділердің салтанаты. Оқу мақсаты тыңдалған мәтіннің мазмұнын түсіну, ұсынылған ақпарат бойынша факті мен көзқарасты ажырата білу, сөйлем соңында және сөйлем ішінде қойылатын тыныс белгілерін дұрыс қолдану. Ұлан ғайыр атырап, ертіс пен еділдің, арқа мен алатаудың арасы, қазақтың алтын бесік ата жұрты. Әгәрәкей, кімдегім осынау қасиетті жерімізге көз алартып, шырқымызды бұзар болса, өз қанына өзін тұншықтырарымызды біліп қойған абзал. Төсекте басымыз қосылмаса да, төскейде малымыз қосылған, қай көршімізге де айтарымыз осы. Дос болғанға құшақ ашық туыспыз, қас қылғанды қиып түсер қылышпыз. Қазақтың ханы Абылай. Бейнероликті тамашалап болсаңыздар оқушылар, сөйлем ішінде қойылатын тыныс белгілер, соның ішіндегі өтірмен танысатын боламыз. Жалпы сөйлем ішінде кездесетін тыныс белгілердің ең бастылары мыналар. Олар өтір, сызықша, қос нүкте. Өтір бірыңғай жай сөйлемдердің арасына қойылады. Мысалы, жылқы, қазақтың кәделі, қымбат, қазынасы. Өтір сөйлемдегі қаратпа, қыстырма, одағай сөздерді басқа сөйлем мүшелерінен ажыратады. Мысалы, менің ойлаған ойымның үстінен түстің, ботагөз. Бұл қаратпа сөзі. Екінші, ол меніңше тапсырманы орындамай келмейді. Бұл жердегі меніңше деген сөз, ол қыстырма сөз. Па, даусы даусақ екен. Бұл жердегі па дегеніміз одағай сөз. Өтір жай сөйлемдердің арасына қойылады. Мысалы, алтын түймелер қадалған тондар ұзаққа шыдап, тез тозбайды, өте сәнді көрінеді. Өтір төл сөзбен автор сөзінің арасына қойылады. Мысалы, баланың жақсысы қызық, жаманы күйік дейді Абай. Оқушылар үйренгенімізді практикада көрсету мақсатында төмендегі мәтінмен танысайық. Мәтінді толық оқып болғаннан кейін оны дәптерімізге көшіріп жазу барысында өтірі қойылмай кеткен жерлеріне өтірі қоямыз. Жылқыны әлемнің көптеген халықтары қастерлеген, соның ішінде жылқы қазақтың ұлттық сана сезім, рухани болмыс, тұрмыс салт, әдеп ғұрып, мәдениет пен өнерінің тұтас бір айырылмас бөлігіне айналып кеткен. Жарынан кейінгі жақсы көретін жан серігі, қасиетті қанына сіңген жануар. Қазақ баласы жылқы түлігін төресіндей көретіні сондай, қазақ жылқы мінезді деп, өзінің мінез құлық бітім болмыс жан дүниесінің айқындаушысына айналдырып алған. Біздің ойымызша, ер қанаты ат деген аталы сөз осыдан шықса керек. Алдыңғы тапсырманы орындап болсаңыз оқушылар, оқу тапсырмасына құлақ түріңіз. Оқулықтың 38-ші бетіндегі 6-шы тапсырмада мәтін берілген, сол мәтіндегі ақпаратты 4 сөйлем тәсілін пайдаланып жазыңыз. Әрине бұл пікір. Оқыған мәтін бойынша өз пікіріңді бір сөйлеммен жаз. Дәлел, өз пікіріңді бір сөйлеммен дәлелде. Мысал, пікіріңді өмірмен байланыстырып мысал келтір. Қорытынды, тақырып бойынша қорытынды жаз.